Жалпы қашықтан оқытудағы біз 4-90-ды оқып жатырмыз әлі, және де осы оқытудағы қандай тиімді әдіс тәсілдер бар, соны көрсетіп өтейін дегенбіз. Жалпы мен Умирзаков Жеке Рамантаевич, информатика пәнінің мұғалімі, сіздерге осы қашықтан оқытудағы өзімнің тәжірибемдегі Classroom Google.com жүйесін қолдануды көрсетейін дегенбіз. Жалпы неге Google Classroom жүйесі? Себебі қазіргі кезде көптеген оқушыларда, көптеген қолданушыларда Google аккаунттары бар. Google аккаунттары барлық кез келген құрылғыда қолдануға болады. Сол себептен Classroom Google жүйесін осы қашықтан оқытудағы ең тиімді және ең қолжетімді деп айтса да болады деп ойлаймын. Себебі Google Classroom'да біз көптеген нәтижелі сабақтарды да және де тапсырмаларды кері байланысты жүзеге асыруға болатынын көрсеткім келіп отыр. Енді Google Classroom тәжірибесінде ең бірінші бізге не қажет? Ең бірінші бізге өзіміздің Google аккаунтымыз керек болады. Мысалы, мына жерде біз өзіміздің Google аккаунтымызбен classroom.google.com сайтына кіреміз. Сайтына кіргеннен кейін біз өзіміздің авторизациямызды сұрайды. Біз өзіміздің Google аккаунтымызды кіріп, осы сайтқа ары қарай кірсек болады. Classroom.google.com сайтына кіргеннен кейін бізге жаңадан сынып құрастыруға мүмкіндік беріледі. Егер де сізде сынып болмаса, біз осыны мына жерде қосу батырмасы бар. Сол қосу батырмасы арқылы жаңадан класс немесе сынып қоса аламыз. Создать класс батырмасын басу арқылы бізде жаңадан сынып қосылады. Бұл батырманы командадан басқаннан кейін ары қарай жүретін болсақ, бізде келісім шарт орындалады. Google компаниясының келісім шарттың бәрін оқып шығып, және келісемін деп мына жерге қолтаңба қойғаннан кейін ары қарай батырмасын бассаңыз болады. Одан кейін біз сынып құрастыру параметрлерінен өзімізге сыныптың атын қоя аламыз. Осы параметрлер толтырып болып, мысалы бөлімше, тақырып және сыныптың номерін немесе литерін қойып құрастыру батырмасын бассақ болады. Ары қарай жүретін болсақ, бізде біздің құрылған сыныптың негізгі беті ашылады. Мысалы, біздің мектептің атынан мынандай информатика кабинетін ашып қойған болатынбыз, және әрбір кабинеттің өзінің коды болады. Осы код арқылы біз сабақтың осы сыныпқа кез келген оқушыларды немесе мұғалімдерді қоса аламыз. Бұл көріп тұрғаныңыздай негізгі беті болып есептеледі. Осы біздің сыныпымыздың, және де барлық жаңадан қосылған жаңалықтар немесе ақпараттар, материалдардың бәрі осы жаңа бет, осы негізгі бетте шығып тұрады. Стрим бетінде. Негізгі жалпы бір ерекшелігі бұл Google компаниясы, көбінесе ағылшын компаниясы болғаннан кейін интерфейс, жалпы Google Classroom компания сыныбы интерфейсі ағылшын тілінде, бірақ ең негізгі Google-дың қосымша приложениялардың ішінен біз мына жерде арнайы аудармашы, Google-дың аудармашы функциясы бар. Егер сіз Google Chrome браузерін қолданып отырсаңыздар, осы аудармашымен бірден орысшаға немесе қазақша тілге ауыстыруға болады. Ары қарай жүретін болсақ, негізгі келесі беттің бірі ол Classwork беті. Classwork бетінде негізгі
тапсырмалар, сыныптар және сыныптарға арналған бөлімшелерді құрып жүзеге асыра аламыз. Мұнда мысалы өзіміздің құралған сыныптарға, мысалы өзімнің сабақ беретін сыныптарыма 6-шы, 7-ші, 9-шы, орыс сыныптарына біз сабақ бергенде осы параметрді қолдансақ болады. Және де create батырмасында біз кез келген тапсырмаларды құра аламыз. Create'ні ары қарай басатын болсақ, мысалы присваивание, ол тапсырмаларды қосу командасы, задание викторины, тест тапсырмаларды қосу командасы, вопрос, сұрақ қосу батырмасы, материал, ақпарат немесе мәлімет, белгілі бір тақырыпқа мәліметтерді қоссаңыз болады. Және де қайталау жаңа мүмкіндігі, кез келген өтілген сабақ немесе тақырыпты қайтадан оқушыларға қайталап жіберуге болады. Және тақырыпты да осы бөлімнен қоса аламыз. Ары қарай, егер де біз жаңа сұрақ қосуды таңдаған болатын болсақ, бізде мынандай сұрақтың құрастыру шаблоны шығады, дайын. Біз тек қана тапсырманың тақырыбын енгіземіз, сосын тапсырманың нұсқаулығын енгіземіз, және де тапсырмаға қосымша тіркеуге болатын жаңа қосымшаларды осы жерден де қоса аламыз. Добавить және создать батырмасы арқылы. Бұл жерге біз тек қана кез келген қосымшаларды тіркей аламыз. Файлдар, видеолар немесе YouTube жаңа сайтындағы дайын сабақтардың сілтемелерінде қосуға болады. Және де тест тапсырмалардың астында негізгі пустой тест шаблоны шығады, бірақ біз оны өзіміз құрастырып, өзгертіп, өз ыңғайымызға қарай өзгертіп, жаңа толықтыра аламыз тестті. Ары қарай присваиваниеда тағы да мына жерде добавить батырмасын егер сіздер басатын болсаңыздар, мынандай параметрдегі ақпаратты қосуға болады. Google Drive-тағы бізде сақталған файл болуы мүмкін, немесе белгілі бір сайтқа сілтеме болуы мүмкін, немесе компьютерде, немесе ноутбукта сақталып тұрған құжатқа да файл түрінде енгізуге болады. Және де сонымен қоса дайын YouTube каналындағы сілтеме сабақтардың, видео сабақтардың сілтемелерін жүктеп отыруға болады. Бір айта кететін жай, біз мектепке арнап өзіміз мектепке арнап YouTube арнамызды ашып қойған болатынбыз, осы қашықтан оқытуға арналған. Және сол арнадан өзіміздің видео сабақтарымызға YouTube каналынан жаңа сілтемелерді жүктеп отырамыз. Біздің YouTube каналымыз, бұл жерде көптеген мұғалімдердің жаңа сабақтары енгізіліп қойған. Осы каналдан да біз сабақтарды сол классқа өзіміздің Google классқа енгізіп тиімді пайдалансақ болады. Ары қарай жаңа тест тапсырмасын құрастырған кезде бізде мынандай тест құрастыру шаблоны ашылады. Бұл жерден біз өзімізге сұрақты енгіземіз, және де нұсқа варианттарды енгіземіз. Сонымен қатар қанша вариант болса да біз қоса береміз. Және де дұрыс жауабын көрсетіп, мына жерде сақтап қойсақ болады. Тесттің тағы бір мүмкіншілігі, тест сұрақтарына қосымшаларды да қосуға болады. Жаңағы сілтеме, тақырыпша, видео немесе сурет түрінде де тестке осындай қосымшаларды қоюға болады, кірістіруге. Бұл өте бір жақсы жері оқушының жаңа сұраққа немесе тест тапсырмаға қызығушылығын арта түседі. Тапсырма бәрін енгізіп болғаннан кейін біз мына жерде көз батырмасын басатын болсақ, тест парақшасына өте аламыз. Ары қарай жаңа құрастырылған тестті сайтта қалай орналастырғанын немесе қалай құралғанын көріп тексере аламыз.
Мысалы, мынау құрастырылған тесттің мысалы бастапқысында тақырып тұрады, ары қарай оқушы өзінің аты жөнін жазады. Содан кейін тест орындауға кіріседі. Тесттің бәрін орындап біткеннен кейін оқушы өзінің нәтижесінде ең соңында көре алады. Оқушы тест нәтижесін көру үшін submit батырмасын басып, өзінің нәтижесін көре алады екен. Және де келесі вкладкада біз оқушыларды, осы сыныпқа қалай оқушыларды және қалай мұғалімдерді де басқа мұғалімдерді қоса аламыз. Бұл жерде мысалы учителя батырмасында мындай пайдаланушының қосу батырмасы бар. Біз мұғалімдерді қоса аламыз және де оқушыларды қоса аламыз. Бір жақсы жетістігі бұл жерде мысалы бір сынып арнап жасап қойсаңыздар оқушылармен, бұл жерде тек қана информатика емес, мысалы басқа да пән мұғалімдерін қосып, бір сыныпта бірнеше мұғалім жұмыс істей беретін мүмкіндігі бар. Оқушыларды біз қосқан кезде оқушыларды жібере аламыз. Олардың жаңа Google аккаунттарын жазып, енгізіп, шақырту жібере аламыз. Мына жерге біз оқушының немесе мұғалімнің аккаунтының адресін жазамыз да, шақыру батырмасын бассақ жеткілікті. Және де соңғы Marks бөлімінде, бұл жерде кез келген оқушылардың нәтижелерін, тапсырмалар болсын, тест болсын, немесе қандай осы сыныпта кіріп, қандай тапсырма орындады, барлық нәтижелер автоматты түрде осы Marks бөлімінде сақталады. Және де оқушылар бірнеше рет орындаса, жеке-жеке күн реті бойынша нәтижелер сақталып тұра береді. Classwork'та тағы да айта кететін нәрсе, қосымша мынандай тапсырмалар бар. Календарь, Google календарь. Бұл жерден біз өзімізге арнап, мысалы, арнайы алдын ала тапсырмалар немесе Google конференцияларды белгілей аламыз. Ол үшін create батырмасын басу керек болады. Және де create батырмасынан кейін бізде мынандай жаңа тапсырма қосу параметрі ашылады. Add титулға біз жаңа тақырып қосамыз. Жаңа тапсырманың немесе тақырып, жаңа тесттің тапсырмасының тақырыбын жазамыз да, бірден календарьға енгізіп жоспарлап қойсақ болады. Және де бұның айта кететін бір тиімді бір плюс, ол Google Meet видеоконференциясын бірден жасауға болады. Демек, біз егерде Google Classroom'ды пайдаланатын болсақ, бізге Zoom бағдарламасы қажет етпейді, бірден Google Meet деген ол да конференцияға жасауға мүмкіндік болатын жаңа приложение болып, қосымша приложениялар болып табылады. Google Meet'пен біз тек қана компьютермен емес, кез келген жаңа сандық ақпараттық технологияны да қолдансақ болады. Және де папка класс драйв деп аталады. Қосымша бөлім, ол барлық қажетті файлдар мен ақпараттар осы автоматты түрде Google Drive папкасында сақталады. Мысалы, біз жасаған тапсырмалар немесе тест тапсырмалар, тақырыпшалар, видео бланктар, квиз бланктар бәрі осы Google Drive-та сақталып тұрады. Егерде бұл Google Drive-тың бір тиімді мүмкіндігі, ол сізге, егерде сіз Google аккаунтты дұрыс пайдалансаңыздар, сізге уже флешка немесе диск деген құрылғылар қажет болмай қалады. Себебі сіз кез келген интернетті бар құрылғыдан өзіңіздің Google аккаунтыңызға кіріп, жаңа Google Drive папкасында бүкіл ақпараттарыңыз сақталып тұрса, оны кез келген жерден ашып қолдана берсеңіздер болады. Жалпы Google Classroom қолданған кезде бізге ең негізгі, жаңа айтқандай, автоматты түрде Google аккаунтпен және интернет қажет болады.
Сол екі нәрсе болса болды, біз өзіміздің жаңа классымызды Google класс бөлімінде, жүйесінде қолдансақ, біз өте тиімді болады. Және де бұл тек қана компьютер емес, смартфондармен де жұмыс істей беретін жүйесі болып табылады. Қазір демек Google аккаунтқа кіру үшін біз жаңа көрсеткендей Google Classroom.com сайтына кірсек болды. Негізгі айтылайын деген нәрсе осы, құрметті ұстаздар. Енді келесі сөзді өзімнің әріптесім ағылшын тілі пәні мұғалімі Гаипова Айлита Амановнаға сөз бергім келеді. Ол кісі де сіздерге бір-екі тапсырмаларын, әдіс-тәсілдерді көрсеткісі келіп тұр. Рұқсат болса, сол кісіге сөз кезегін берейін. Демонстрация. Айлита Аманов, сөз кезегі сізде. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Гаипова Айлита Амановна, ағылшын тілі пәні мұғалімі, педагог, сарапшы. Ең алдымен бізде қашықтан оқыту бағдарламасына өткен кезде ең алдымен менде осы үш сұрақ туындады. Қалай бағалаймын, қалай ынталандырамын және қалай кері байланыс жасаймын. Мен осы үш қосымшамен бөліскім келіп отыр. Ол біріншісі Live Worksheets, екіншісі ChatterPix және үшіншісі Certificate Maker. Live Worksheets бағдарламасы туралы бөлісіп өтсем, бұл жерде негізі сайт ағылшынша, бірақ Google аудармашы арқылы аударып қазақша немесе орысшаға қоюға болады. Бұл жерге тек қана мұғалім ғана тіркеледі және мұғалімнің ғана логин паролі болады. Ешқандай оқушы тіркелмейді, логин пароль ойлап таппайды. Міне ең бірінші алғашқы регистрация, тіркелу осы жерден басталады, register. Ал бұл жерде мен тіркеліп қойғандықтан мен өзімнің аккаунтыма кіре беремін. Тіркелгенде міне өзіңіз туралы жалпы мәліметтерді көрсету керек. Аты жөніңізді, пароль ойлап табасыз, имейліңізді көрсетеміз. Әрі қарай. Бұл жерде барлық дайын тапсырмалар бар. Кез келген вайти деп кіреміз. Кез келген тілге, міне мысалы, араб тілі, кәріс тілі, қытай тілі, өзбек тілі, ағылшын тілі, кез келген пән, физика, математикаға дайын тапсырмалар бар. Кез келген тақырыпта грамматика болсын, лексика болсын. Мысалы, мен бұл жерден дайын бір тапсырманы алып, оқушыларыма жіберіп көрдім. Бұны сразу бірден WhatsApp-қа сілтемесін жіберемін, оқушы кіріп орындайды. Мына жерде сандарға сөздермен сәйкестендіріп шығу керек. Сосын оны орындап болғасын, конец финишті басып, өзінің нәтижесін көре алады, немесе тікелей маған жібере алады. Мысалы, мына жерде барлық тапсырма орындалып, онда 10% бағаланып тұр, барлығы дұрыс дегенді білдіреді. Ал мына менің өзімнің жеке почталық ящигім. Оқушының мынаны орындамай өзім жібере салған бір оқушы,
кімнен келді? 3-ші А сынып оқушысынан келді. Қандай баладан келді? Неше бала алды? 0 бала алды. Ешқайсысы орындалмаған деген сияқты барлық нәтиже маған келіп отырады. Ол тек қана маған ол жерде поштасын көрсетеді, менің поштамды тереді және өзінің аты жөнін, сыныбын жазады. Ол тіркелмейді, логин мен парольмен кірмейді. Ол жерде және де дайын тапсырмадан бөлек өзіміз тапсырма жасай аламыз. Ол маған ең басты көмек болғаны ТЖБ, БЖБ уақыты келген кезде. Ол жерде қандай тапсырмалар орындауға болады? Соединить со стрелками, сәйкестендіру, сүйреп әкелу, кез келген дағдыға, мысалы тыңдалым, оқылым, жазылым дағдыларында кез келген аудио, видео қосу тапсырмаларды орындауға болады. Оны біз қалай біле аламыз? Бұл сайтқа кіргенде видео урок дегенге бассаңыз, өзі барлығын көрсетіп береді. Мысалы мынау сын есімнің салыстырмалы және күшейтпелі шырай түрлері тақырыбы. Бұл жерде жауабын қалай жасаймыз? Төртбұрышты жерден төртбұрышты ұяшықтарды жасап, бұл жерге жауабын өзіміз жазып аламыз алдыға. Бұл бірақ ол оқушыға көрінбей тұрады. Сосын сақтаймыз. Қалай сақтаймыз? Бұл жерде барлық мәліметті көрсетіп өту керек. Қай тақырып, қай тіл, ағылшын екінші тілі оқушыға, қай тақырыпқа және де қанша жасқа, қанша сыныптарға арналғанын көрсетіп өтіп, я деп сақтап есті басамыз. Мынау бірнеше варианттан біреуін таңдау. Бір нұсқаны таңдау тапсырманы қалай жасау керектігін үйретіп тұр. Мысалы, сағат қанша болды? Соның біреуін ғана таңдау керек. Бұл жерде тура солай жәшік төртбұрыш жәшік жасап алып, ішіне select no, select yes, select no деп жауаптарын жазып шығамыз. Қай жауап дұрыс болса, соған yes деп жазуымыз керек. Select yes. Демек, оқушы осыны таңдаған кезде, осы дұрыс болып қабылданады. Ал басқа no, no деп таңдаса, ол дұрыс емес жауапты таңдап отыр дегенді білдіреді. Ал мына сәйкестендіру. Екі колоннаны қалай сәйкестендіреді? Бірінші, мысалы, it's quarter to 7, 6:45 болды. Бірінші колоннадағы join 1 деп жазамыз, екінші колоннадағы жауапқа да join 1 деп тура осылай жазамыз. Сонда ол мына бірінші жәшікпен мына бірінші жәшікті сәйкестендіру керек оқушы. Бұл ключті қалай дұрыс жауабын қалай жасау керек екенін үйретіп тұр. Мына сүйреп апару. Мына жерде сөздерді әрқайсысын өзінің түсінің астына сүйреп апару керек. Blue көкке, green жасылға деген сияқты. Оны былай ключ жасаймыз. Drag 1, drop 1. Redті мына redке қызылға ғана алып бара алады. Drag 2, drop 2. Осылай алып бара алады. Және бұл жерде ең жақсы мағаны, ең тиімді жолы, бұл файлды Word өзінің документтеріңді Word'тан таңдап алып, өзінің дайын Word документі дегенде алады. Мысалы, мына мен өзімнің компьютерімде сақталып тұрған документ, осыны открыть деп, осы жерге енгізе аламын. Мына Word'тағы документім, ал мына осы сайтта жасалған документім. Тура солай көшіп келеді. Бұл жерде мен бәрін қайтадан қолдан теріп, набирать етіп отырмаймын. Тек қана жауаптарын беріп шығамын. Оның барлығы мына жерде сақталып тұрады. Мен өзімнің атыма басамын. My worksheets, менің тапсырмаларым, менің студенттерім, менің mailbox'ым, почта жәшігім. Осы жерге жауаптар келеді. Осы жерден барын қарап, қадағалап отыра аламын. Міне мысалы, бұл ТЖБ 3-ші классқа арналған summative assessment for term. Мен оны ұялы телефоннан, смартфоннан да кіріп, осы тақырыпты жазсам, осы сайтқа бірден шыға келеді. Және осыны оқушыға WhatsApp арқылы жібере саламын. Ол міне мысалы, оқылым тапсырмасы оқиды мәтінді, сосын сәйкестендіріп шығады. Міне мына жерде барлығын дұрыс орындаған және маған жіберген. Нәтижесі бірден көрініп тұрады. Ал ынталандыру, балаларды қалай қызықтыру керек? Бұл бастауыш сыныптарға өте қызықты. Chatterpix бағдарламасын пайдаланамын. Бұл жерде кітаптағы кез келген жануарларды, кейіпкерлерді тірілтіп, озвучка беріп, немесе жанды дауыс бере аламын. Мысалы, I'm duck. Quack quack.
got 2 legs. Міне мына жерде үйректі сөйлетіп жібере аламын. Кез келген жануарды. Менің атым, мен дак, мен үйрекпін. Менің 4 аяғым бар. Мен ұша аламын, мен жүзе аламын деген сияқты бізде ағылшын тілінде осындай тақырыптар көп. Мен не істей аламын? I can. Бір нәрсе істей аламын, істей алмаймын. Немесе I have got, менде бар, менде жоқ деген тақырыптарда. I can swim. Ол жерде бала өзі сөйлем құрастырып, оның қанша аяғы бар, немесе жоқ екенін жазады. Немесе келесі тақырып. Бұл суреттегі балалар не істеп жатыр? Бұл қазіргі осы шақ, созылыңқы осы шақ. Дәл қазір ол не істеп жатыр? Нұрлан не істеп жатыр? Хансұлтан не істеп жатыр? Бала бұл суретке қарап сұрақ қойып және жауап беріп үйренеді. Ол үшін де мен көмек ретінде ол суреттерді тірілтіп балаларға Hi guys, жіберемін. I'm Hansultan. I'm flying a kite. Бала өзі тіріліп сөйлеп тұрғандықтан бала өте қызықты болады. Ол не істеп жатқанын бірден көріп жаттап алады. Ол не істеп жатыр? Батпырақ ұшырып жатырмын деп айтты. Демек ол мына жерде сөйлеп сұрақ қойғанда is Hansultan fishing? Ол бала аулап жатыр ма? No, he isn't. He is flying a kite деп мына видеода Hi guys, айтуге жазып. I'm Hansultan. I'm flying a kite. Ал кері байланысқа кері байланыс дегеніміз жалпы нақты іс-әрекетке, жағдаятқа, сұрақтар мен жұмыстардың дұрыс бұрыстығына көз жете отырып баға беру немесе пікір айту үдерісі. Кері байланыс мұғалімге оқудың қалай жүріп жатқанын, оқушы жетістігі мен кемшіліктерін біліп отыруға көмектеседі. Мен оны мына кәдімгі Play Market'тен осы приложениені, қосымшаны өзіне жүктеп алып, сертификат, дипломдар, грамоталар жасап, жеке оқушыға өзінің атын көрсетіп, осындай грамоталар жібере аламын. Мысалы, 3-ші Б сыныбында Жеткергенова Мадина, Кураева Исмина әр апта соңында ең белсенді оқушыларға осылай грамота сертификаттар жіберіп отырамын. Және де олар өте қуана, одан әрі оқуға ынталандырып, одан әрі тырысады. Назарларыңызға рахмет. Осы 3 қосымша туралы кеңескім келіп отыр. Сілтемесін көрсете кетемін. Рахмет. Үшқоңыр жетекші мектебінің ұйымдастыруымен біздің Қарасай ауданында 4 жетекші мектеп бар ғой. Соның ең біріншісі осы Үшқоңыр жетекші мектебінің ұйымдастыруымен біздің мұғалімдеріміз ағылшын тілі пәні мұғалімі Айлета Амановна мен Жеткер Амантаевич өздерінің іс-әрекеттерімен, іс-тәжірибелерімен бөлісті. Қашықтықтан оқытуда қандай әдіс-тәсілдер қолданып жүр. Енді кері байланыс бізде тренер Айбек ағайымыз қатысып отыр. Айбек ағайымызға берсек, кері байланыс айтыңыз Айбек ағай. Сосын басқа мұғалімдер кері байланыс айтам дейтін, не, ұстаздар? Айбек ағайымыз. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін вебинарға шақырғаныңызға көп рахмет. Бүгін әріптестеріміз сіздер үлкен жұмыс жасап жатсыздар деп ойлаймын. Бұл жетекші мектептер аясында осындай әдістемелік қолдау, әсіресе қашықтан оқыту жағдайында жұмыс жүргізу өте үлкен міндет деп ойлаймын. Сіз Жанат апай, сіздің осы бастамаңыз өте игі іс. Жаңа жас әріптестеріміздің тәжірибесімен бөлісуге ықпал жасап жатқанымыз жаныңыздағы жетекші мектептермен байланыс жұмысын жақсартады деп, олардың тәжірибесін жақсартуға көмектеседі деп жаңағы сенен. Осындай жұмысты енді шынымен де біз мына қашықтан оқыту басталмай тұрып жүргізе алмай жатқан жұмысты бір жағынан осындай жағдай туындаған кезде мына бастап жатқанымызда үлкен бір жақсы жаңалық деп ойлаймын. Ана орыстар айтады ғой, не было бы счастья, да несчастье помогло деп. Осындай қиын кезеңде осындай жақсы сәт қадап жатқандарыңыз үшін сіздерге көп осы әріптестердің атынан, біздің әріптестердің атынан алғыс айтамын. Енді бүгін сіздерге әріптестерге сондай
кері байланыс айтқан кезде мен көбінесе сіздерге осы табыс тілегім келеді осы жұмыстарда. Кері байланыс айтқан кезде енді сіздердің жаңағы үйренуге тырысып жатқандарыңыз бұл үлкен жұмыс деп ойлаймын. Әрине ол көп жер әлі жетпей жатыр, мысалға кейбір жерлерін әлі аша алмай жатсыздар. Соны бірақ ең маңыздысы оны бәріміз ешкім біліп жаңа туған жоқпыз ғой. Ең маңыздысы соны жаңа жігіттер бауырымыз ізденіп, зерттеп, соны өзі қарастырып, қалай болады деп басқа әріптестерге көмектесуге тырысып жатыр да. Ол осыны нәрсенің жаңағы тиімділігін көріп отыр.